бүгін біз сендермен бірігіп дәрумендерге толы салат жасаймыз, иә? Алдымызда көріп тұрғанымыздай мандарин, банан, алма. Бананның ішінде бізге қажетті, ағзамызға қажетті өте көп дәрумендер бар. Одан біздің есте сақтау қабілетіміз жақсарады. Апельсин, мандаринда бізде С витамині кезігеді. С витамині бізде суықта ауырғаннан және де иммунитет қалыптасады, Ал мынау бізде алма. Алманы барлығымыз жақсы көреміз бе? Иә. Алманың құрамында темір көп, ал біздің ағзамызға осы темірдің дәрумені қажет. Қарайғанда балалар, міне дәруменге толы салатымызды турап болдық, йогуртты араластырдық. Мен жақсылап тағы араластырып шығайын. Содан кейін біздің салатымыз дайын, балалар? Салат жасаған ұнады ма сендерге? Астарың дәмді болсын. Салат дәмді болсын. Апай, рахмет. Рас болсын, балалар. Салат дәмді болды. Ұнады ма саған? Иә. Жаным, ас болсын.